Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырдан торт жасайтын боламыз. Өте дәмді, менің сүйікті асым. Бізге керекті массировкадан өтілген, езілген осындай бауыр керек болады. Оған тұз саламыз, бір жұмыртқа саламыз. Осыған сүтімізді құямыз. Бауыр әртүрлі бола береді. Қойдікі, сиырдікі, енді жылқыныкі болмайды, жылқыныкі көп пісетін болады. Сүтімізді салғаннан кейін осыған ұнымызды салып, миксермен араластырамыз. Қоймалжың етіп, кәдімгі блинчик пісіргендей қылып, дайындап, ысып тұрған табада осылай блинчик етіп қуырып аламыз. Достар, видеом ұнап жатса, төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, мені қолдай кетіңіздер. Осыларды өстіп қуырып аламыз да, осы ыдысымызға, табамызға май құйып, жуамызбен сәбізімізді қуырып аламыз. Тұзын, бұрышын салып бұқтырамыз. Және осын суытып қоямыз. Суығаннан кейін майонезімізге 2-3 бас чесногымызды езіп араластырып қоямыз. Енді жаңағы пісірген блинчиктарымызды жинайтын боламыз. Майонезбен чесногымызды жағып, үстіне морковь, яғни сәбізімізді, жуамызды салып, осылай жинап шығамыз. Өте дәмді, сіздерде осылай жасап көріңіздер. Дастарханның сәнін ашып, қонақтарыңызға ұсынуға болады. Достар, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, каналымды қолдап, төмендегі подписаться батырмасын басып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеомды көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.